Сіздермен бірге мен Кәусар. Бүгінгі видеома қош келдіңіздер. Бүгін мен жаңа үйіме рум-тур түсіретін боламын. Каналда рум-тур өте көп болып кетті. Аватар World'тан мен рум-тур түсірдім, бірақ ол үй ұнамағаннан кейін басқасын салдым. Оны да жақында салатын боламын. Ал бастаймыз. Мен видео бастайын дегенше уже түн болып кетті. Міне, айды көріп тұрсыздар ғой. Ал сонда да бастай береміз. Өйткені мен үйімді қазір ғана біттім. Кеттік. Міне менің даладағы үйімнің көрінісі осындай. Болады меніңше. Кеттік керек. Осындай есік, айналар. Бүйтіп мына жерде секіріп кіре саласың, или отырып, мынау костерға қарап отырасың, демаласың, айға, закатқа қарап. Кейін жүресің, мына жерде есіктен кіріп, тоже бір отыратын жер. Сондай отырасың, қарайсың. Үйге кірсек осындай үй. Кухням міне осындай. Әлі толтырған жоқ, міне печка. Аквариум кішкентай. Мына жерлер толтыру керек. Менде бұл жерде осындай әдемі жер. Тағы да сондай закатқа қарайсың. Бассейн мен кішкентай ғана қазір түспей қойын. Үстің бәрі су. Отырып қарайсың. Таза ауада. Ойбай, бәрі түсіп кетті ғой. Жарайды. Іште кетпейді, кіріп кете салайық. Бұл жерде бізде санузелде осындай. Перде төсек қойдым. Өйткені ештеңе көрінбес үшін. Кішкене ғана араларын ашып қойдым. Әдемі қып, көп көмбек қып перде төсек қойдым. Кілем. Қою көк пен ашық көк деп кілем. Осындай жер, қол жуасың, айна, сүлгі, кір жуатын машина, душ, туалет, бәрі-бар. Одан кейін менің бөлмем. Кішкентай, қатта андай әдемі емес, кішкентай болатын бөлме. Заттар, гардеробный бөлме. Гардероб деуге болады, ішінде киінесің, шкаф. Осындай обычный ғана менде бөлме. Бірақ мен бұны кейін кішкене өзгертем. Осы менің рум-турым. Кішкентай ғана болды, бірақ түсінікті болды деп ойлаймын. Және де менде нулевой этаж. Бұл жақта склад кішкентай өзі. Болды осыменен. Үйім менің аяқталды. Сау болыңыздар достар.